Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын ең оңай круассанның рецептін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысқа жылы суды, жылы сүтті, қантты, тұзды, дрожжды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнның бәрін салып, жартылай қамыр елеп болғаннан кейін маргаринді салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр елеу қажет. Я, достар, мен бұл круассанды 82% маймен емес, маргаринмен жасап көрдім. Және арасына жағатын маргаринді де, яғни қатпарлы қамыр жасау үшін де маргаринді пайдаландым. Өте дәмді, 82% маймен жасалған круассаннан ешбір айырмашылығы жоқ. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Қамырды жақсылап билеп болғаннан кейін целлофанға салып 1 сағатқа тындырып қоямыз. Оған дейін қатпарлы қамыр жасайтын маргаринді дайындаймыз. Пергаметтің үстіне осылай маргаринді орналастырып, оқтаудың қатты линейканың көмегімен 20-20 см квадрат етіп, теп-тегіс етіп, осылай дайындаймыз. Осылай теп-тегіс етіп дайындап алған маргаринді тоңазытқышқа жібереміз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Оған дейін біздің қамырымыз ашып көпсіп дайын тұр екен. Енді оны осы видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп жайып шығамыз. Бағанаға дайындап алған маргаринді үстіне қойып, екі шетінен түйіп, үстінен осы видеода көрсетілгендей етіп, орап жайып шығамыз. Осылай дайындап алған қамырды пакетке салып тоңазытқышқа 20 минутқа жібереміз. Осылай дайын болған қамырды тағы да бір қайтара жайып, орап, тоңазытқышқа 20 минутқа жібереміз. Мінекей, біздің круассан жасау үшін қатпарлы қамырымыз дайын болды. Енді оны екі шетін 35-55 см етіп, төрт бұрышты етіп жайып аламыз. Мен осылай шетін линейкамен өлшеп алдым. Ені 35 см, ұзындығы 55 см болды. Менде дәл осы рецепт бойынша 10 круассан шықты. Шет-шеттерін, круассанның формасы әдемі болу үшін осылай шет-шеттерін төрт жағында кесіп алдым. Сосын осылай линейкамен 10 см етіп, екі шетінде өлшеп алдым. Бірінші осылай линейканың көмегімен қатты емес, бірінші формаларын сызып аламыз. Одан кейін барып формасы тураланған кезде пышақпен осылай кесіп шығамыз. Мен салмасына вареная сгущенка қолдандым. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген салманы қолдансаңыздар болады. Немесе мүлде ешқандай салманы салмай пісірсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Құрметтім, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта менен қандай рецепттерді күтесіздер, оны да комментарийға жазып кетіңіздер. Круассандарды дәл видеода көрсетілгендей етіп орап шығыңыз. Сосын круассандарды екі бөліп, екі противеньге орналастырып, 1 сағатқа бетін пакетпен жауып қойып қойыңыз. 1 сағат өткен соң жұмыртқаның сарыуызына 2 ас қасық сүтті қосып жақсылап шайқаймыз. Ол сарыуызбен круассандардың бетін жағып, круассандардың бетін пакетпен жауып, тағы да 15 минутқа қалдырып қоямыз. 15 минуттан соң тағы да сарыуызбен жағып шығып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің круассандарымыз пісіп шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы.